Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге езілмейтін пельменнің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Таза ыдысымызға бөлме температурасындағы 400 грамм суымызды құямыз. Менде 200 граммдық стакан. 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен 2 шай қасық тұз салдым. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды саламыз. Бірденен ұнды салып жібермеңіздер, бөліп илеп отырып саласыздар. Бірденен салып жіберіп, қамырларыңыз қатты болып қалмасын. Қамырларыңыздың жұмсақтығы орташа болу керек. Қатты жұмсақ та емес, қатты да емес. Орташа қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңызда дәл осындай қамыр болу керек. Жақсылап июін қандырып, илеп аласыздар. 10 минутқа тынықтыруға қойып қоямыз. Пиязымызды турап аламыз. Пиязды неғұрлым майдарақ етіп тураңыздар. Қатты қалың болып кетпесін. Пельменді бүккен кезінде пияздарыңыз ірі болып, жаман болып тұрады, сыртқа шығып кетеді. Сол үшін жұқалау етіп, майдалау етіп турағандарыңыз дұрысырақ. Пиязын бәрін майдалау етіп турап алдым мен. Қамырым дайын болды. Қамырымызды дәл ортасынан бөліп, 2 бөлікке осылай zuvalалаймыз. Егер сіздерде адам аз болса, дәл осы рецепттің жартысын жасасаңыздар болады. Тағы бір 5 минутқа қойып қоямыз. Ол кезінде фаршымызды дайындаймыз. Шегілген еттің үстінен жаңағы майдалап турап алған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз, дәміне қарай қара бұрышты саламыз, жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араласқан соң бір шетке қойып қоямыз. Енді жаңа қамырымыз тұрды 5 минут. Қамырымызды доп-домалақ етіп жайып аламыз. Бірінші жұдырықтың көмегімен осылай мыжып жайып аламыз, басып аламыз. Бірденнен оқтауға ілінбейді. Сол себепті жұдырықтың көмегімен домалақ етіп жайып аламыз да, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырдың дұрыс жаю рецебі описанияға қалдырып кетемін. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Ұнды сеуе отырып, осылай домалақ етіп жайып аламыз қамырымызды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Қамырымызды дәл осылай жайып алдық. Сіздерге қазір жұқалығын көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай дастарханым көрініп тұр. Қатты жұқада емес, қатты қалың да емес. Қамырымыз дайын болды. Енді осылай иректеп қамырымызды кесуге дайындаймыз. Осылай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Мен көрсеткендей видеодағыдай кесіп аласыздар да, барлығын бірінен үстінен бірін осылай жайып шығамыз. Тағы да 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Енді жаңағы фаршымызды саламыз. Мен көрсеткендей етіп бүгіп аласыздар.
Менің каналымда бұдан да басқа дәмді тамақтардың рецептері бар, кіріп көрсеңіздер болады. Пельменнің барлығын осылай бүгіп алдық. Енді қазанымызды отқа қойып, тұзымызды саламыз. Қазанымыз қайнағанша бетін жауып қоямыз. Қазанымыз қайнап жатыр. Дәл осы кезде пельменімізді саламыз. Пельменді суыңыздың мөлшеріне қарай саласыздар. Көп қып салып жібермеңіздер, қамырларыңызды, яғни пельмендеріңізді көтермей қалмасын. Жақсылап бір-екі араластырып жіберіп, бетін жауып қоямыз. Қайнады, көбігі тарқағанша қайнатамыз. Көбігі тарқаған кезінде пельменіміз піседі. Дәмін көресіздер. Егер де тұзы кем болып жатса, тағы да тұз салып жіберіңіздер. Пельменіміз пісті. Енді шалғының көмегімен жақсылап сүзіп аламыз. Подливын дайындап қойдым. Пиязды майға қуырып, үстіне кішкене ғана томат қостым. Қызартып, солай подливті дайындап алдым. Енді осының үстіне осылай құйып шығамын. Подливтің рецебі оңай. Онымен бөліспедім. Жаңағы мен айтқандай, майды қыздырып, үстіне пиязды салып, кішкене ғана томат қосасыздар, болды. Істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады, езілмей піседі.